Қазақтың байтақ даласын бүгінде 130-дан астам ұлт өкілі мекендейді. Ал еліміздің 3-ші мегаполисінде 60-қа жоқ түрлі этнос өкілдері өмір сүреді екен. Олар 17 этно-мәдени бірлестік құрып, ынтымақ пен татулықтың тамаша үлгісін көрсетіп келеді. Солардың бірі өзбек этно-мәдени бірлестігінің мүшесі Фатима Ташходжаева. Ұлағат ұстаз қазақ тілінің мәртебесін көтеруге өз үлесін қосып жүр. Ұлты бөлек болғанымен жүрегі қазақ деп соғатын Фатима Ташходжаева ұзақ жылдардан бері қазақ тілінің мәртебесін көтеруде өз үлесін қосып келеді. Өзбек сыныптарына қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс оқитын ұстаз соңғы жылдары тіл төңірегінде ғылыми жобалар жазуға бел буыпты. Нәтижесінде еңбек еленіп, тіл жанашыры атанып отыр. Негізі басында мен орыс тілі мен әдебиет деген мамандық таңдағанымда, бірақ осы достарыммен болған қарым-қатынасым, олар қазақ халқының салт дәстүрі, қазақ халқының тілі деген керемет екенін көріп, мен өз мамандығымды ауыстырып, қазақ тілі мен әдебиеті деген мамандықты таңдадым. Еш өкінбеймін, өйткені осы қазақ тілі мен әдебиеті сабақ арқылы мен қазақтың ұлы ғұламаларын, қазақтың не деген бір ойшыл ақындарының өмірімен, олардың шығармаларымен таныстым, көп нәрсе үйрендім деп ойлаймын. Мен осы елде туылғаныма қуаныштымын. Қазақтың бауырындай, осындай қазақтың кеңпейілділігі осы басқа ұлттарға, басқа осы елде тыныш, бейбіт өмір сүріп жатқан барлық өзге ұлт өкілдері атынан айтуға болады. Біз өте бір керемет отанда өмір сүріп жатырмыз. Ұлағатты ұстаз бар білген түйгенін шәкірттеріне үйретуден жалыққан емес. Бүгінде олар қалалық республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Сондай-ақ ассамблея тарапынан ұйымдастырылған түрлі іс-шаралардың басы-қасынан табылып келеді. Бізге қазақ тілден Фатима апай кіреді. Сабақты өте түсіндіріп айтады. Мен қазақ тілін білгенімнің арқасында Алаштың ақын жазушыларының шығармаларымен таныстым. Ал қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде айтар болсам, қазақ тілін білу әр азаматтың міндеті. Менің достарым көп. Мектепте, үйде қазақшада сөйлеп беремін. Балғындар өскенде ұстаздарына ұқсағысы келетіндерін айтады. Қазақтың қара өлеңін нақышына келтіре орындаған бұрымдылар қисса дастандарды да жаттап жүр екен. Құста болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар, күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жана туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар. Жылуым бар, керек бе жылныңдар. Әлдей болғым келеді, әлдей болғым. Күн сәулесі ойнақтап тұлымында. Қазақстанның саяси жүйесінде маңызды тұтқа болып табылатын ассамблея бүгінгі таңда барлық этностардың мүддесін ортақ қазақстандық мүддеге айналдыруда. Ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан барлық азаматтардың құқығы мен еркіндігін сақтауды қамтамасыз ететін қоғамдық институт ретінде толығымен қалыптасты. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен этностар қалыптастырған ел бірлігі мен тұрақтылықты сақтауға бағытталған қазіргі мол тәжірибе этносаралық проблемаларды шешудің әлемдік тәжірибесіне енуде. Гүлнар Асқарқызы, Әлей Мәлік, Ербол Махашев, жаңалықтар.